Бауыр – бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең кең таралған проблемалардың бірі. Видеоны соңына дейін көріңіздер және біздің еңбегімізге қолдау білдіріп, келесі пайдалы видеоларымызды қарай жүріңіз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізге шабыт береді. Бауырыңыз қатты бөлінген кезде де ауырмайды. Себебі оның құрамында ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауыру өте асқынған кезде ғана болады. Ал жалпы бауыр ауруының бастамасы аяқ-қолдың қышуымен қатар жүреді. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасы және себепсіз арықтау, жиі бас айналу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төменгі жағының жиі ісіп кетуі, іштің кебуі. Егер жоғарыдағы белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі кезінде дәрігер көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Қышыну созылмалы бауыр ауруының бір белгісі болып табылады. Кейде аздап қышу алаңдауға негіз жоқ, бірақ үздіксіз қышу ұйқыға кедергі келтіру және басқа да көптеген мәселелерге әкелуі мүмкін. Бұл орын алған кезде денсаулыққа елеулі алаңдаушылық тудырады. Бұл мақалада біз бауыр ауруындағы қышудың себептерін, неліктен дәрігерге бару керектігін, жеңілдікті қалай табуға болатынын қарастырамыз. Бауыр ауруындағы қышудың себептері. Алкогольмен байланысты бауыр ауруларында қышыну сирек кездеседі. Ол көбінесе мыналармен байланысты. Біріншілік – билиарлы цирроз. Біріншілік – склероздаушы холангит. Жүктілік кезінде бауыр-ішілік холестаз. Кейбір эксперименттік және клиникалық зерттеулер жүргізілді, бірақ ғалымдар бауыр ауруында қышынуға жауапты бір затты әлі анықтаған жоқ. Бұл факторлардың жиынтығынан туындаған болуы мүмкін. Мысалы, зерттеушілер қарастыратын кейбір мүмкіндіктерді қарастырайық. Өт тұздары. Егер сізде бауыр ауруы болса, терінің астында жиналатын өт тұзының жоғары деңгейі болуы мүмкін. Бұл қышуды тудырады. Өт тұздарының деңгейі жоғары болғандардың бәрі қышуды сезбейді, ал кейбір адамдар өт тұзының қалыпты деңгейіне қарамастан қышуды сезінеді. Әйел жыныс гормондары. Қышу кейде жүктілік кезінде немесе гормондарды алмастыратын терапиядан өтіп, фосфатаза жатқанда күшейеді. Сарысолық сілтілі фосфатаза. Бауыр ауруымен байланысты қышуы бар адамдарда сарысолық сілтілі фосфатазаның жоғары болуы. Лизофосфатид қышқылы және автотоксин түзетін фермент. Көптеген жасушалық функцияларға әсер етеді. Қышуы және бауыр ауруы бар адамдарда лизофосфатид қышқылы деңгейі жоғары болуы мүмкін. Бауыр не үшін ауырады? Бұл ағзада белгілері сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп таралған түрлеріне тоқталайық. Вирусты гепатит. Бұл А, В, С және Д гипервирустары. Олардың арасында ең қауіптісі В, адам өліміне алып келеді, ал арасындағы ең әлсізі А түрі. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауру деп атпен аталған. Ол кір қолмен, жуылмаған жем-шидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы, ол басқалары сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алудың мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін де бауырда белгілер қалмайды. А, В, С және Д вирустарын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауырдың қателі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Алкогольді гепатит. Бауырдың қабынуының тағы бір түрі вирус емес, алкоголь. Тұрақты және шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауыртпалығын тудырады, нәтижесінде цирроз пайда болады. Май алмасудың бұзылуы. Жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл олардың жұмысына кедергі жасайды. Олар уыттарды залалсыздандыра алмай, бос радикалдарының жиналуы болады. Жасушалар өле бастап, бауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздықты туғызады. Бірақ айқын симптомдар жоқ. Жүрек айну,
іштің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғары дене қызуы байқалуы мүмкін. Бауыр ауруында ісіктердің пайда болуы. Ісіктер қатерлі және қатерсіз деп бөлуге болады. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жиі кездеседі. Көп жағдайда симптомдарсыз өтеді. Тек ісіктің ұлғаю жағдайына бездің де өлшемі артуы мүмкін. Бұл іштің оң жақ бөлігінде ауру ретінде байқалады. Бауырдың ісікті ауруларының көбісі метастаздар, басқа органдар мен безге енуімен байланысты. Қатерлі ісіктердің әлсіздік пен салмақтың азаюынан бастап ауру сезіміне дейін айқын симптомдары бар. Бауыр ауруымен байланысты қышуды қалай емдеуге болады? Бауыр ауруынан туындаған қышу өздігінен жақсармауы мүмкін, бірақ оны емдеуге болады. Себептер толық түсіндірілмегендіктен, қандай емдеу сізге көмектесетінін айту қиын. Ең алдымен тырнаудан аулақ болыңыз. Бұл қышуды тырнап алмау маңызды, себебі бұл жағдайда тырнап алсаңыз теріні ашып инфекцияның кіру ықтималдығы жоғары болады. Терінің тітіркенуін болдырмау және қышуды жеңілдету үшін келесі әрекеттерді орындауға болады. Душ пен ванна үшін ыстық судың орнына жылы немесе салқын суды пайдаланыңыз. Ыстық ортада күн көзі тікелей түсетін жерлерді көп өткізбеуге тырысыңыз. Хош иістендіргіштері жоқ сабындарды таңдаңыз. Қышыған жерге суық, дымқыл шүберекті қышу басылғанша қойыңыз. Теріңізді тітіркендіретін заттардан, материалдардан аулақ болыңыз. Қатты өнімдерді пайдаланған кезде қолғап киіңіз. Кең, ауа өткізгіш киім киіңіз. Қышуға қарсы жергілікті заттарды қолданыңыз. Мысалы, егер сізде жұмсақ локализацияланған қышу болса, 1% ментолы бар сулы кремді қолдануға болады. Жарық терапиясы. Тағы бір нұсқа жарық терапиясы. Фототерапия деп те аталынады. Бұл емдеу сауығуды жақсарту үшін теріні жарықтың белгілі бір түрлеріне ұшыратады. Жұмысты бастау үшін бірнеше сеанс қажет болуы мүмкін. Қышу бауыр ауруының дамуы немесе болжамы туралы бірдеңе көрсетеді ме? Бауыр жеткіліксіздігі кейде қышумен бірге жүреді, бірақ сізде бауыр ауруы бар екенін білдірмей тұрып, проблемалық қышу пайда болуы мүмкін. Шындағанда қышыну бауыр ауруларының кез келген нүктесінде дамуы болады. Бұл симптомдардың өзі бауыр ауруының ауырлығы, дамуы, болжамы туралы ештеңе айтпайды. Бұл маңызды мәселе емес дегенді білдірмейді. Қышыну сақталса, ол мынаға ықпал етеді. Ұйқысыздық, шаршау, мазасыздық, депрессия, өмір сапасының нашарлауы. Дәрігерге қашан көріну керек? Егер сізде бауыр ауруы болса, жаңа немесе нашарлайтын белгілер байқалса, бұған қышу да кіреді. Аурудың өршуіне немесе болжамына қатысты ештеңе білдірмеуі мүмкін, бірақ сіз мұны мұқият тексеруіңіз қажет. Ұйқыңыз бұзылса және қышу өмір сапасына әсер етсе, бауыр ауруымен байланысты қышу әртүрлі факторларға байланысты болуы мүмкін. Қатты қышу көптеген басқа мәселелерге әкеледі. Сондықтан диагноз және емдеу үшін дәрігерге баруыңыз өте маңызды. Видеоны жақындарыңызға бөлісіп қарай жүріңіздер. Ауырмаңыздар. Келесі кездескенше.